қырғынға бардым, қой қырқатын кезде. Шөпте болдым, әкем механизатор болсам көмектестім. Содан құрылыста істеп жүріп, армия қатарына шақырылды. 81 жылы негізі аламапты. Ходты жаңағы дұшмандар бермеген ғой. 82 жылы біздің взвод кіріп, қамалды алып, 40-й армия, 40-шы армия прочес жасады. Проческе үшеледі, Ақмоншақтың бандысы орналасқан. Өрде кәдімгі концлагер бар, біздің пленный, жаңағы солдаттардың пленге түскен, ердің бәрі. Сол прочес жасап, бүкіл банды ликвидировать етті жаңағы. Бала болдық, соның төртеуін представить етті ғой енді. За боевые заслуги, жаңағы неге, за отвагу медаліне. Енді, по-моему, командир взводаға орден Красной Звезды беріп атты ғой, менде награда жеп жатты. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін подкастымызда кезектегіден ерекше шығарылым, себебі бізде қонақта Арай шаруа қожалығының негізін қалаушы, Кербұлақ ауданының құрметті азаматы, батыр шапағаты төсбелгісі, жауынгерлік ерлігі үшін медалі және Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл, Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне 20 жыл мерекелік медальдердің иегері, абыройлы азамат Далабаев Бейбіт Серікұлы келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Сізбен көріскенімізге, келгеніңізге өте қатты қуаныштымыз. Жалпы балалық шағыңыздан бастасақ, ең алғаш, қай өңірденсіз, балалық шағыңыз қалай өтті, сол кездегі армандарыңыз, сол жайлы әңгіме өрбітсек. Мен енді 1962 жылы 19 желтоқсанда дүниеге келдім, Шанханай ауылында. Біздің енді отбасымызда 10 бала тәрбиеленіп өстік. Соның екінші баласымын, сол әулеттің. Енді балалық шағымыздағы енді арман деген енді бала өстік, оқыдық. Соны енді есеге келе, сол енді армия жағы 10-ды бітіре салып, сразу жұмысқа араластық, жас кезімізде балаға әйтеуір нан табу үшін. Қандай жұмыстан бастадыңыз? Енді жай жұмыстан бастадық. Жағы қырғынға бардым, қой қырқатын кезде. Шөпте болдым, әкем механизатор болсам көмектестім. Содан құрылыста істеп жүріп, армия қатарына шақырылды. 1981 жылы 1 ақпанда жаңағы әскери міндетті өтеу үшін неге шақырылдық. Ол кезде біз енді жаспыз ғой, енді 81 жылы 18 жастағы баламыз. Қайда барғанын білмеймін, әйтеуір армияға кеттік. Одан Өскеменде Таврия деген жерге барып, жаңағы 3 ай дайындық несін өттік. Сол кезде бізге енді астыртын айтатын, сендер Ауғанстанға барасыңдар, дайындалыңдар деп. 3 ай дайындық. Ол кезде бейхабарсыз ба Ауғанстанда не болып жатқанына? Ол кезде бейхабармыз. Енді Ауғанстанға барасыңдар дейді. Енді ол Ауғанстан не екенін біз енді шығарда ештеңе шешкен жоқпыз. 1 апрельде біздің жаңағы Кербұлақ ауданынан 6 азамат шақырылдық. Жаңағы Өскеменге бардық, бірге болдық, бірге жүрдік 3 ай. Енді сол 3 айдан кейін бізді 26 июнь күні Өскеменге әкеп, самолетқа отырғызып, Ауғанстанға жіберді. Апарды. Ол кезде 17 бала, қазақ баласы бәріміз бірге аттанып, жаңағы бір самолетпен Ауғанстанға түстік. Содан Ауғанстанға бардық, барғаннан кейін бәрімізді жан жаққа алып кетті.
Бағырам деген жерге келдік. Одан біреулер келді да жаңағы фамилиямды атайды, алып кетті. Содан 177-ші полк Жабыл Сараз деген жерде Воинский час 51-863 деген неге түстім. 3-ші батальон гранатометный взводқа. Мұнда суреттеріңізді байқап отырмын аға. Жаңағы айтып отырған алтауыңыз осы алтауыңыз ба? Осы алтауымыз Кербұлақ ауданының өңірінің жігіттері. Осы боздақтардан қанша оралып келді? Боздақтардан 2 бала Асқар деген екеуміз қайттық, 4-еуі қайтыс болды. 4-еуі қаза тапты. 4-еуі қаза тапты. Ортада отырған Түркістан Өмірбек деген, Борамбаев Марат, Оразбек Бейбіт, Өскенбек Берік екеуміз бір класста бірге оқығанбыз. Бір ауылдікі. Осы отырғаннан екеуіңіз ғана келдіңіздер? Екеуіміз ғана келдік. Мұндағы суреттер? Мынау енді армиядан келгеннен кейін түскен сурет қой. Келгенгі суретіңіз, жас кезімізде армиядан келіп оралған кезде түскен сурет. Қараңыздар, қаншалықты өзгерткен адамды, енді қазір жас кезімізде 18 жас. Анау енді 20 жас шығар, анау 18 жас еді. Мынау енді қазіргі отбасымыз. Жаңағы бір ұл, 2 қыз, 7 немерем бар. Мына құжаттар, ағатта не құжаттар? Енді құжаттар мынау жаңағы за отвагу медаль сөйерде алынған жаңағы. Медаль за отвагу дейді. Ауғанстан жерінде. Қандай ерлігіңіз үшін берді бұл медальді? Бұл енді 1982 жылы Панжирский ущелье деген ущелье бар. Соны ход ущелье дейді ғой, соны таңертең сағат 4-5-терде біз уже біздің взвод полностью ущельені алып, қамалды алып еткен кезде 81 жылы негізі аламапты. Ходты дұшмандар бермеген ғой. 82 жылы біздің взвод кіріп, қамалды алып, 40-й армия, 40-шы армия прочес жасады. Панжирский ущельеде Ақмоншақтың базасы орналасқан. Өрде кәдімгі концлагер бар, біздің пленный, солдаттардың пленге түскен, нелердің бәрі. Соған прочес жасап, бүкіл банды ликвидировать етті жаңағы. Тазалап, Ақмоншақтың өзін Кабулға алып кетті оны. Переговорға ғой бізден сөйлеспейді олар енді. Бұлардың арасында сіз де барсыз? Бізді жаңағы командир сұнып, мына жігіттердің ерлігі деп сол кезде берген медаль за отвагу. Қанша адамға берді? Енді бізде взводта 13 бала болдық, соның 4-еуін представить етті ғой енді. За боевые заслуги, жаңағы неге, за отвагу медаліне. Енді командир взводаға орден Красной Звезды беріп атты ғой, менде награда жеп жатты. Енді ол оңай болған жоқ ол кезде енді. Кіріп оны алып, ол жерде біз бір ай жаттық. Ходта. Күзетіп жаттыңыздар? Күзетіп жаттық. Енді бір ай полевой еде жаттық өзіміз. Бір айдың ішінде бір басқыншы болып келді ма бірі? Басқыншы болып келгенде прочесқа жүріп атты ғой. Төбеде вертолет, астында пехота, прочесқа ол кезде ешкім келген жоқ. Біз енді таза бір ай жаттық, қамалды алып. Соның бәрі біткеннен қайттық өзіміздің полкқа. Жалпы еш нәрседен бейхабар жасөспірім ретінде бардыңыздар ғой барлықтарыңыз. Сол Ауғанстан жеріне ең алғаш келген кездегі сәттеріңіз, ішкі сезімдеріңіз,
бәрібір енді әскери өмірдегі қару мен соғыста атылған қару екі түрлі болады ғой, сезім. Сол жақтағы ең алғашқы шынымен сол жақтағы хабар қандай болып жатқан естіп білген кездегі, болмаса жаумен бетпе-бет ең алғаш көріскен кездегі әсеріңізді айта кетсеңіз. Бізде енді мысалы жаңағы Совет үкіметінің тұсында КСРО дейді ғой. Ол кезде уже приказ берді, болды. Ешқандай не жоқ, шегініс жоқ. Енді қару-жарақты қолға береді, АКС автомат, гранатомет, артында весьмишок, проческа барасын дейді, болды. Бір жеті 10 күн дайындайды, полктың өзінде дайындап, бәрін реттеп, соң таңғы сағат осындайда шығасыңдар дейді. Енді бұл халықты қырып салмайды ғой өзі. Жай халықты шығарады. Оның арасында дұшманы бар, наемнигі бар. Енді қай жерде кімді атып кететінін де білмейсің. Енді арамызда болды, жеке қалып атып кеткендер, енді оның бәрі уже. Кейбір адамдардың енді өзінің несінен де бола ма, енді білмейсің ғой енді. Енді соғыс болғаннан кейін неше түрлі қиындықтар да болды. Талай жолдастарымыз кетті. Бәрі тәртіп, ол жерде военный тәртіп мықты болды ол жерде. Сонда қарапайым халыққа тиісуге болмайды. Оған түсіндіріп айту керек. Мынау біз сендерге көмектесуге келдік. Осындай жағдай болып жатыр. Осындай жағдай болып жатыр сендер деп. Сонда 10 күн даярлады дедіңіз, бір жеті немесе 10 күн ішінде даярлады да жаңағы соғыс алаңына жіберді салды. Сонда соншалықты бәрібір болғанына 10 күннің ішінде қаншалықты үйреніп кетуге болады? Енді 10 күн ішінде даярлық деген оның алдында 3 ай дайындайды. Өзін дайындайсың, өзіңді адамның өзін соғысқа деген несін дайындайды, психологиясын дайындайды. Шаршап шалдық қамау керек. Дайындық деген сол ғой, енді бой-бой готовность дейді. Әрине. Любой кезге дайын болуың керек. Бірақ сіздер 18-десіздер ғой ол кезде. 18-де жас баламыз. Бізде енді қысы жазы палаткада жаттық. Ол жерде енді дайындық, тамағыңа барып кересің, айтқанын жасайсың, командирлердің. Қысы жазы палаткада өмір сүрдік. Енді моншаны ұмытта қалдым. Айына бір рет барамыз ба. Оның өзінде де бір қатырған монша емес дейсіз ғой? Қатырған монша емес. Неге барасың айтып. Соғыста ең қиын сәтіңіз немесе өмір бойы есіңізде сақтап қалған бір оқиға бар ма, айта кетсеңіз? Енді ең қиын сәтім мен енді 2 жыл міне Дембілге кетеміз деп Өскенбек Берік бірге оқыдық, бірге жүрдік, бір полкқа түстік 177-ге. Ол 1-ші батальонда болды, мен 3-те болдым. Енді айына бір рет па көретінбіз енді. Бір жарым майда ма. Сол Дембілге кетер алдында мен бейбіт неге кеттім дежурствоға. 177 полктың төбесінде кәдімгідей не тұратын, охрана. Енді жау, енді біз тыптан жүріп атасын, тустырыптан келіп қалмас үшін бөтен жер сөрде бір 10 күнге ма, енді 1-7-ге кетті. Одан палатада жатыр едім, хабар келді. Берік марқұм кластасын қайтыс болды деп. Ой, не болды деп, 24 май ғой деймін. Уже біз Дембілге мынаяқтағылар қайтып кеткеді. Бізге приказ шыққан жоқ. Соны енді опознавать етуге санчасқа келсін деп айтты деді. Соны барсам, действительно бірге оққан кластасым қайтыс болып
енді засадаға түсіп қалған ғой. Ауыстыратын адамдарды өткізіп жіберген, алар қашып келе кезде засадада атқан, содан қашып болды. Содан командир полка шақырып алды да, сенің кластасың екен. Сен енді ары кетсе енді бір жеті ары бері барып қайт деді. Мен енді айттым, мені сразу жаңағы Демірге жіберіңіз, қайтайын. Елмен жұртыма барып. Мен командир полка олай болмайды деді. Приказ шыққан жоқ. Сен бармайсың онда деді. Мен айттым, енді мен бармасам бармай қояйын деп, Шымкенттің бір жігіті алып келді жаңағы кластасымды. Ең қиын, енді ата-анасы күтіп отыр ғой. Әрине. Сол сәтте, мысалы енді бірге кеттік. Неге, мысалы енді осындай жағдай болды деп ойлайды ғой. Сол енді 15 күннен кейін Демірге келдім. Келген кезде, әке-шешесіне барған кезде соны ең қиын сәт сол кез болды. Баласынан айырылып қалды. Енді сенбейді сонда. Цинковый гробпен келді. Қалай енді мынау деп саған сенбейді. Ең қиын сәт сондай болады екен. Қасындағы бірге жүрген жолдасым, бірге оққан, сондай сәттер қиын болады екен енді. Басқасының бәрі, мысалы, служба жаңағы өмірмен өтіп жатыр. Біреу кетіп жатыр, біреу келіп жатыр. Дұрыс айтасыз. Қиын сәттер. Жалпы қазіргі таңдағы жолдастарыңызбен, яғни қарулас бауырларыңызбен араласып тұрасыз ба? Иә, араласып, кездесіп тұрамыз. 15 ақпанда Кербұлақ ауданында, ұмытпасам 47 ма, сондай ауған соғысында ардагерлері бар. Соның ішінде ерде списокта бар, Мұрат деген жігіт бар. Бірге барып, ол да бірге келдік. Енді жай өмірде де қашып кеткен азаматтарымыз бар. Санатбаев Дәшөк деген болды, оңдасын. Жалбағаев Асқарда кейіннен ауырып қашып болды. Бірге келгеннен араласып тұрамыз, біріміз кездесеміз. Енді ананы еске аламыз. Жаңағы неде біздің Кербұлақ ауданы бойынша 7 екен. Соның 7-іне тақта тас қойылды. Ербосынов Амантай деген азамат жаңағы біздің Ауғанстандардың жаңағы несі болды, председателі. Соның кезінде қойылды. Сол кездерде бірімізді көріп, тақта тастар мектепке қойылды. Боранбаев Маратқа қойылды, Қарашоққа, Түркістан Өмірбекке қойылды. Сарбұлаққа жаңағы кімге қойылды? Берік марқұмға қойылды, Бейбіт марқұмға қойылды. Яғни есімдер ұмыт қалған жоқ. Ұмыт қалған жоқ. Оқушылар көреді, түсіндіріп айттық. Жалпы қазіргі таңда жастарға нағыз отан сүйгіш болу үшін қандай қасиеттер керек? Қаншалықты жастар отан сүйгіш, қаншалықты жастардың бойында патриотизм бар? Енді жастарға қазір бейбіт күнді, жалпы бейбіт күнді несібесін біле ме, түсіне ме жастар қазір? Білім алу керек, оқу керек, отанын сүю керек, адал еңбек ету керек қой. Қай кезде болса да адал болу керек. Өзіне деген, семьясына, ата-анасына деген сүйіспеншілік болу керек. Дұрыс айтасыз. Жалпы Ауғанстаннан кейін елге оралған кезде қандай сезімде болдыңыздар? Соғыстан кейін жалпы еркіндікке үйренісу қаншалықты қиын болды? Еркіндікке үйренісу қиын болды ма? Бір нәрсе айтып өтейін, біз енді Ауғанстаннан 83 жылы бері шықтық. Неден Кабулдан Ташкентке әкеп самолетпен түсірді бізді. Сонда
біз енді ол жерде күліп жүрген адамды көрген жоқпыз ғой. Ташкентке келген кезде адамдар жай барақат күліп өзімен өзі емін еркін сезініп жүрген кезде бізге басқа ой келді. Міне өмір мынандай екен ғой деп. Біз енді 2 жылда жоқ ұмытып қалғанбыз ғой жаңағындай. Нені ғана көресің ғой, соғысты көресің, өзің неңді көресің, болды, басқа ешқандай. Сол Ташкентке келген кезде жай халықты көрген кезде күліп жай барақат жүргенде сонда сезіндік, мынау бейбіт өмір деген бар екен ғой деп. Енді өз-өзімізге келе алмай Алматыға келдік. Алматыға келіп кішкене уже туған туысқандардың арасына кіргеннен кейін барбы деп. Содан Алматыдан Сарыөзекке келіп түстім. Ол кезде енді автобуспен жүреді ғой елдің бәрі. Иә. Бір такси тұр екен, орыс. Фонмен келдім. Айдын Чоқанға дейін деп едім. Ана мынау деді, ол енді отырғызып алды. Қанша төлейсің дегендер жоқ әйтеуір. Енді төлейтін біліп тұрған да. Соң екеуміз кәне машинамен келдік. Жолда бір бала отырды. Соң үйдің қасына келген кезде, әке-шешем үйдің қасына келген кезде. Немен келе жатқанын білмейді ғой енді. Телефон жоқ. Келе жатырмыз әйтеуір. Соң бір балаға фуражканы кигіздім да, міне мына үйде. Кірді атамнан 3-ші sıra. Сонда сенбейді дейді. Мен жоғары бардым да, қапшадан айналып келдім өзіміздің ауылдан. Сонда ана кісі сенбей тұр. Аяғың өте жаңа, келе жатыр ма, келе жатқан жоқ па деп. Алдында қорықпағым ана 15 күн бұрын не қайтыс болды. Жағында өлімдер келіп жатыр. Сонда мен анамды көргенде шаш әппақ қоқты. Уайымнан. Өз жеріне келе алмай әрең келді. Бір 10 күнде енді ауылға келген өзінде өз-өзімізге әрең келдік қой. Сөйлесе алмайсың адаммен, мысалы, отырып, жағандай. Уже 10 күннен кейін барып, міне осындай жерге келіппін ғой деген немен әйтеуір бейбіт өмір бар екен, тыныштық бар екен. Сол кезде сезінеді екенсің. Былай енді ақырындап өмір болғаннан кейін уже несіне келеді. Өз ырқына түседі. Иә, сынаққа. Әрине, ұмыту ол қиын ғой, өз-өзіңізге қаншалықты келдік десек те, сол жақтың естеліктері миыңызда тұрады. Әлбетте. Кешері бер енді сіздер неткеннен кейін ойланып та жатырмыз. Ананы мынаны ойлайсың. Енді бейбіт өмір болса екен, соғыс болмаса екен. Амин. Тыныштық болып, бала-шаға аман-есен өсіп, өнсе деген оймен. Енді жүрегінің түгі бар жігіттерді таңдап алып кетті деп отырсыз ғой. Жаңағы Ауғанстанға. Сол кезде сіздердің ата-аналарыңыз да еш нәрсе білмеді ғой, ешқандай хабардар болған жоқ. Қай уақытта естіді ол кісілер? Біз енді полевая почта деген немен жібердік. Біраз уақыт айта алмадық. Кейіннен айтылды. Сіздерге рұқсат берген жоқ, айтуға? Енді рұқсат берді. Айтсаңдар да өз енді ата-ананың ойлайсың ғой, неше түрлі. Уайымдап қалмасын енді. Соны енді бір 6 айдан кейін айтылды. Осында жерде Ауғанстанда 1360 жыл екен ол жерде, Ауғанстанда. Біз 62-де қайттық. Сонда бізден енді кәдімгідей төмен ғой енді. Мына бір құжаттарды ата. Бізде енді ұйым бар ғой. Ауғанстанның облыс көлемінде, аудан көлемінде ұйымдар бар. Солар жаңағы мереке сайын, не сайын марапаттап тұрады. Әркімнің есіне қарай енді Ауғанстанға барған любой
совет әскерінің еңбегі несі бар ғой енді. Әрине үлесі бар арасында. Үлесі бар. Енді ауылда еңбек етті, оған жаңағы әкімшіліктен де неден де қарап отырады. 30 жылдық мерейтойға берілген екен. Мерейтойда 30 жылдыққа, 25 жылдық. Енді мына қазір 36 болды ғой, 36, 37-ге кетеді енді. Әкімшіліктерден де марапаттар берілген екен. Жалпы енді әкімшілік барысында осы қағаздан бөлек қандай көмек көрсетіп жатыр? Облыстық әкімшілік болсын, ауылдық, қалалық болсын. Енді облыстық әкімшіліктен ешқандай енді бізде енді қазір 24 мың ба, 25 мың ба жаңағы не береді? Үлгот дейді ғой. Суға, светке, газға. Ай сайын соны береді. 15 ақпанда 200 мың жаңағы мерекеге қаратай ақшасын береді. Сыйақы береді, жылдан береді. Енді ауылдың әкімшілігінен кезінде енді бір үй берді. Жерде еңбек етіп жүргеннен кейін, неден келгеннен кейін үй берілді. Үй берілді сол. Басқа жерге барып, арыздарып, үй сұраған жоқ бұл енді. Өздері келіп, еңбегіңізді елеп, үй ұсынып берді, Енді ауылда, Шаңқара ауылында. Жалпы Ауғанстаннан келгеннен кейін немен айналыстыңыз? Ауғанстаннан келгеннен кейін сол құрылысқа барып, құрылысшы еңбек еттім. Одан Талдықорғанда құрылыс техникумын бітіріп, ауылға жұмысқа орналасып, мастер болдым, прораб болдым. Содан жаңағы колхоз тарады. Үлкен колхоз болған ғой енді. Заманның талабына қаратай колхоз тарады. Содан жаңағы арай шаруа қожалығын құрып қол қылдыңыз. Енді елмен бірге еңбек етейік деп сонымен шаруа қожалығын құрып, малмен, егінмен айналысып жатырмыз қазір. Өте керемет. Ірі қара ұстайсыздар ғой? Ірі қара, мал, қой бар, сиыр бар. Жалпы егін шаруашылығы жаздай сол. Не егесіздер? Бидай, арпа, соя, шөп. Жалпы ауылдың тіршілігі дейсіз ғой? Ауылдың тіршілігі. Жүріп жатырмыз ақырында. Мына медальдарды да келгеннен кейін берді ғой, енді основной боевой награда сол за отвагу сояқта болды. Кейіннен за боевые заслуги қайтар кезде берді. Қалғандар жаңағы мереке сайын ұйым бар, облыс бар, не бар, республикадан сұнып атады жігіттер. Мерекелік жаңағы 15 жыл, 20 жылдық нелер. Жалпы Алтаудан 4-еу келдік деп отырсыз ғой? 2-еуіміз келдік деп отырсыз ғой? 4-еу қаза тапты дедіңіз. Сол кісілердің ата-анасына жалпы өздеріңіз естірттіңіздер ма? Қалай? Қаза тапқан жаңағы боздақтардың ата-анасына өздеріңіз естірттіңіздер ме деймін? Біз ол соқта бір ауылдансыздар ғой деген. Бір ауылдамыз, бірақ енді олардың біз адресін білмейсіздер. Біз енді 4-еуі Берік марқұм ғана мен бірге бір полкта болды, 170 кетті. Аллар 181 жаңағы басқа нелерде болды. Түсінікті. Енді ол, бірақ біз естиміз. Жалпы соғыстағы тәжірибе дейді ғой, сіздің өмірлік ұстанымыңызға, болмаса жұмысыңызға жалпы әсер етті ме?
Енді жұмыстарыма ол кезде енді жауапкершілік, жаңағы әділ болу керек, любой жаңағы жұмыста. Кіммен істесең де, мысалы, трактористің бар, басқа бар дегендей, соған әділ шешім қабылдап, жауапкершілікпен жұмыс жасап, елде халықты ойлап, сонда енді жауапкершілік сезім көп болды енді, өйткені жас кезімізден бастап енді еңбекке араластық. Соның арқасы ғой. Жаңағы қай жерге болсын еңбек етіп. Жалпы қазіргі жастарға, қазіргі сізден кейінгі ұрпаққа қандай кеңес бересіз, қандай ақыл кеңес айтасыз? Енді кейінгі ұрпаққа, өсіп келе жатқан ұрпаққа енді ешқандай соғыс болмасын. Енді біздің көрмей ақ қойсын деп айтамыз ғой. Бірақ енді негізінде мына еліміз тыныш, аман болсын. Амин. Жаңағы жастар білім алып, оқып, жаңағы отан сүйгіштік болсын, елін, жұртын қорғап, сондай әбүйірлі болсын. Енді басқа не айтамыз, енді өскелең ұрпаққа жақсы өмір сүруіне ниеттіміз. Жалпы өткен өміріңізге қарап, бір нәрсені өзгертуге мүмкіндігіңіз болса, өзгертер ме едіңіз? Енді қолдан келсе өзгертеміз ғой, бірақ енді мына өткен өмірге қарасаң, енді мына қазір не деп айтуға болады енді оны. Мысалы, енді бала-шаға өсіп, соны неткенде тауға дейміз енді. Жалпы енді не өзгертеміз енді? Өзі бала-шаға аман болса, денім сау болса, жеткілікті дейсіз ғой? Жеткілікті. Мысалы, қазір жақсы өмір ғой, қазір бәрі бар. Жақсы өмір. Жалпы келгеніңіз үшін, алтын уақытыңызды бізге осы бағдарламаға арнағаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз, аға. Рахмет. Аман болуыңызды тілейміз. Аман болыңыз. Ұрпақтарыңыз өсіп, өркендеп, кеңейе берсін, тұғырлы тұлға болуына тілектеспіз әрқайсысы. Жаңағы үлкен белестерден көрінсе дейміз. Ұзақ ғұмыр сүруіңізге тілектеспіз, аға. Келгеніңізге рахмет. Сізбен көріскенімізге, көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Енді бата сұрасақ дейміз сізден, бата берсеңіз. Ағыдайым ондасын, еш жамандық боласын, бала-шаға аман есен болып, ел жұртымыз аман болсын. Енді мына өсіп келе жатқан жеткіншектеріміз аман есен болып, бәрі жақсы болсын. Аумин. Алла.